Ойынның атауы маг. Ойынның жас ерекшеліктері бастауыш сынып оқушылары және де ерекше балаларға да ойнауға болады. Ойын мақсаты оқушыларды белсенділікке, ойынға деген белсенділікке және де ептілікке, шапшаңдылыққа және логикалық тұрғыда дамуға үйретеді. Бұл ойында ойын барысында оқушылар екі қатардан 5-5 ряд сызады. Және де олар мысалға бірінші бірлікке тастап айналып шығады. Секіріп, бір аяқ кезде кіріп айналып шығады. Дәл солай екілік, үштік бәрін өтіп, ондыққа келгеннен кейін, олар ондықты өткеннен кейін артқарап, тасын артқа лақтырып түскен жерді өзінің үйі қылып сайлайды. Яғни ол жерде ол өзінің үйіне крестик қойып қояды. Сосын қайталаған кезде ол мысалға бірлік, екілік, үштік өткеннен кейін ол мысалға оның үйі біздің үйіміз мысалға төрттікте болайық. Мен төртке келген кезде мен демалып алсам болады. Ал бірақ мен мысалға басқа қарсыласымның үйін мен мүлдем басуға болмайды. Тек қана мен оны аттап қана өте аламын. Және де осылай өтіп бұл ойын ойналады.